Илон Маск жаңа Tesla смартфондарын шығарыпты. Бұл нарықтан iPhone өнімдерін ығыстыра ала ма? Маск телефон құнын шамамен 450 мың теңге деп көрсеткен. Оған қоса Starlink интернетті тегін. Осы ақпаратты көрдіңіз бе? Келіңіз, бірге тексерейік. Бәрі SpaceX компаниясының ұялы байланыс сапасына кіретіні туралы жаңалықтан басталды. Осыдан кейінгі әлеуметтік желілерде Tesla енді телефон шығарады деген қауесет тарап кетті. Малайзия, Нигерия, Бангладеш, тіпті ақш қолданушылары да Tesla Pi iPhone туралы жазып, суреттермен бөлісті. Алайда Илон Маск та Tesla компаниясы да смартфон шығару туралы ешқандай ресми мәлімдеме жасамаған. 2024 жылы Пенсильванияда өткен кездесуде Илон Масктан Tesla қашан телефон шығарады деп сұрағанда, ол жай ғана күлді де, шынымен де телефон жасауға мәжбүр болмаймыз деген үміттемін. Егер қажет болса жасаймыз, бірақ негізі телефон шығарғымыз келмейді деп жауап берген. Енді әлеуметтік желідегі суреттерге назар аударайық. Бірінде Tesla Pi iPhone деген жазу бар, екіншісінде тек логотип бар. Бірақ Tesla компанияларының дизайны мұндай емес, олар минимализм мен таза сызықтарға мән береді. Яғни бұл суреттердің жасанды интеллект арқылы жасалғаны анық. Сонымен қатар посттағы iPhone үлгісі де шынайы емес. Ол iPhone 15-ке ұқсайды, бірақ түсі мен камера орналасуы сәйкес келмейді. Tesla Pi iPhone туралы ақпарат жалған. Маск пен Tesla ешқандай смартфон шығарған жоқ, ал әлеуметтік желіде тараған суреттерді жасанды интеллект көмегімен жасаған.